Әрбір мұқтаж адамға мемлекеттік көмек пен қолдау уақытылы көрсетілу үшін Қазақстанда 1 жылдан астам уақыт бойы отбасының цифрлық картасы жұмыс істеп келеді. Бұл цифрлық платформа мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен мәліметтерді жинайды және өңдейді. Олардың негізінде қазақстандықтардың әлеуметтік әл-ауқатының деңгейін айқындайды. Мемлекеттік қолдаудың қандай да бір шарасын талап ететін азаматтар осылай анықталады. Отбасының цифрлық картасының жұмыс істеу принципі барынша қарапайым. Әлеуетті алушыға 1414 нөмірінен СМС хабарлама жіберіледі. Онда тиісті қолдау шарасы туралы хабарланады. Сондай-ақ оны көрсетуге келісім сұралады. Келісім бергеннен кейін азаматқа әлеуметтік жәрдемақы төлем немесе қолдаудың басқа түрі тағайындалады. Содан кейін қаражат азаматтың банктік шотына аударылады. Бұл проактив. Отбасының цифрлық картасы автоматты режимде жұмыс істейді және ешкімнен тіркеуін қажет етпейді. Жалпы отбасының цифрлық картасы жеке өтінішсіз жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдердің 10 түрін проактивті рәсімдеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ отбасының цифрлық картасы арқылы зейнетақы төлемдердің алу мүмкіндігі, берілген, ұзартылған қандас мәртебесін аяқталу мерзімі және жұмыссыз адамдар үшін жұмыспен қамту шаралары туралы автоматты хабарламалар іске асырылады. Отбасының цифрлық картасы қазақстандық отбасыларды қолдау мен дамытуға бағытталған тиімді құрал.